Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біз Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылындағы кәсіптік оқудағы көпсалалы колледждің автокөлік бөлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша шебер класс сабағымызды бастаймыз. Бүгін шебер классымыздың тақырыбы автокөліктің қозғалтқышының майын ауыстыру, арнайы аспаппен пневматикалық жұмысын жүргізетін өндірістік оқыту шебері Сарбөпиев Бақтоллаш және мен Сапқанбай Нұрболат Қожашұлы. Бақтоллаш, таныстырып өтсеңіз, керекті құрал саймандармен жабдықталған. Бүгінгі мастер-класс сабағымызға керекті қажетті заттарымыз міне май, мотор майы 10-40 десе, мынау май сүзгісі жаңадан ауыстырып саламыз. Одан соң май сүзгісін ашатын кілтіміз. Қазіргі айтып жатқан не емес, пневматикалық май ауыстыру құрылғысы. Осы құрылғымен ауыстырып, ішіндегі нені, қозғалтқыштың ішіндегі майды таптырып аламыз. Бірінші біз қозғалтқыштың майын ауыстырмастан алдын, қозғалтқыш ауыстырудан алдын қозғалтқыштың өзі ыстық болу керек. Бірінші мына қозғалтқыштың майын өтетін шөпті аламыз. Оны жақсап майын сыпырып алып, одан соң осы қозғалтқышқа келетін түтікшені қоямыз. Түтікшені қоймастан алдын, мына жерде пневматикалық май ауыстыру несінің ішіндегі есіменен қоса осылай жасаймыз. Пневматикалық құрылғыға неден компрессордан ауа келіп тұрды, сол компрессордан қосылды. Енді осы немені қорып аламыз. Қозғалтқыштың майын сорып болдық. Енді келесі операциямыз мына нені сорып алып, қазір автокөліктің сүзгісін ашып аламыз. Енді міне қозғалтқыштағы май сүзгісін шешіп алып жатырмыз. Енді бұл ескі май сүзгісін алып қойып, жаңадан май сүзгісін саламыз. Жаңадан салатын май сүзгіміздің қатырмастан алдын бетіне май жағып, майлап, одан соң орнына қатырып қоямыз. Біз енді міне қозғалтқыштың май сүзгісін қатырып болдық. Енді қозғалтқышқа одан керекті 10-40 Енді майды құйып болдық. Қазір майдың деңгейін көреміз.
майдың деңгейі өз несіне келген нормасына енді болды. Осымен майды түйгізіп жатамыз. Қозғалтқыштан айырылатын жердің кіршіксін жауып Bizimle қозғалтқышы майын құйып болдық. Енді автокөлікті оталдырып қоямыз. Енді осы оталып тұрған кезде қазіргі жаңадан қойған май сүзгісін жан-жағын қарап көреміз. Бұл сыртына май шықпасын. Yok, may şıkkı koyduk da қатарған. Енді көрсетуге болды. Майдың деңгейін және бір тексереміз қозғалтқышты қосып болғаннан соң. Жоқ, майдың деңгейі орнында келген. Неге десеңіз, мына қозғалтқышты оталдырып болғаннан соң тексеріп жатқан себебіміз оның жаңа қойған май сүзгісіне кейін қозғалтқыштың бәр жеріне май бару керек. Одан соң да май деңгейінде болуы керек. Осымен біздің қозғалтқыштың майын ауыстырдық. Енді келесі қозғалтқыштың майын қашан ауыстырамыз? Енді автокөліктің қозғалтқыштың майын 7-8 мың километр жүргеннен соң ауыстыру керек. Неге десеңіз, зауыттың шығарып жатқан майдың несі қағидасы дейміз басында солай. Қағидасы. Енді біздің кәсіптік оқудағы көпсалалы колледждің қозғалтқыштың майын пневматикалық май ауыстыру құрылғысымен ауыстыру мастер-классымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.